Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зар заман поэзиясы Шортанбай Қанайұлының шығармашылығы. Біз сіздермен толғауы 90 қызыл тіл бөлімін бастаймыз. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Зар заман өкілдері. Олар кімдер? Зар заман өкілдеріне Әбу Бәкір Кердеріұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Нарманбет Орманбетұлы, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы секілді тұлғалар жатады. Жалпы әдебиеттің бұл кезеңі не себепті зар заман деп аталды? Мұхтар Әуезовтің мына бір сөзін тыңдап көрейік. Зар заман 19 ғасырда өмір сүрген Шортанбай ақынның заман туралы айтқан бір өлеңінің аты. Шортанбайдың өлеңі іргелі, соңғы ақындардың барлық күй сарынын бір арнаға тұтастырғандай, жиынды өлең болғандықтан бүкіл бір дәуірде бір сарынмен өлең айтатын ақындардың барлығына зар заман ақындары деп ат қойдық. Зар заман ақындары жырлаған тақырып: салт сананың бұзылуы, билер мен әкімдердің парақорлығы, тұрмыстың нашарлауы, мал санының азаюы, қоныстың тарылуы, жерден айырылу. Енді Шортанбай Қанайұлының өмірі мен шығармашылығына тоқталайық. Шортанбай Қанайұлы 1818 жылы оңтүстік Қазақстан облысында туған. Ол ақын, айтыскер, зар заман өкілі. Ол кісінің шығармашылығын Сәбит Мұқанов зерттеген. Шортанбай Қанайұлының шығармалары 5 ғасыр жырлайды жинағына енген. Бүгін біз сіздермен Шортанбай Қанайұлының шығармашылығын Ақын Шортанбай Қанайұлы әдебиеттің зар заман аталған кезеңінің ірі өкілдерінің бірі. Ол бүкіл өмірі мен ақындық дарынын туған халқының Ресей отаршылдығынан тартқан ауыр халін, оның келешегінің мән жайын жырлауға арнады. Өзі куә болған заманының кемшіліктерін өзгелерден бұрын сезініп, аяусыз әшкерелеуге атсалысты. Қазақ даласына Ресей отаршылдығымен бірге келген қоғамдық, әлеуметтік өзгерістер халықты екі жақты езгіге ұшыратты. Ең алдымен елді жерінен, бас бостандығынан ажыратса, екіншіден рухани құндылықтарынан алшақтатты. Ата-бабалардан келе жатқан салт дәстүрден, тілден, діннен, имандылықтан, ынтымақ бірліктен қол үздіре бастады. Адамдардың мінез құлықтары өзгеріп, жас ұрпақ ата-ананы сыйламайтын жағдайға келді. Елді парақорлық, бақталастық, билік құмарлық сияқты келеңсіз өзгерістер жайлайды. Осыны көзбен көріп, жүрегі қанжылаған ақын бұл тығырықтан құтылар жол іздейді. Оны таба алмағандықтан сол өзі өмір сүріп отырған заманнан көреді. Қазақ қоғамындағы жат қылықтардың бәрін ақыр заманның белгісі деп түсінеді. Шортанбай ақынның зар заман өлеңдер топтамасы бір дәуірдің айнасы. Жаңа заманның болмысынан түңілген, халық қамын ойлаған ел ақсақалының, азамат ақынның жан айқайы, толғаныс, тебіренісі. Міне балалар, мәтінді тыңдасаңыздар.
Енді жаңағы көрген видео мәтін арқылы мына сұрақтарға жауап берейік. Шортанбай Қанайұлы әдебиеттің қай кезеңінің өкілі? Ресей отаршылдығынан халқымыз қандай зардап шекті? Парақорлық, бақталастық, билік құмарлық дегенді қалай түсінесің? Ақын өмір сүрген заманда қазақ қоғамында қандай жат қылықтар белең алды? Енді балалар, бүгін біз міне жаңа алдында айтып кеткенімдей, зар заман толғауын өтеміз. Зар заман толғауынан мен сіздерге қысқаша үзінді оқып берейін. Зар заман, зарлап өткен бір заман, сөздің басы бісмилля, біз айталық сіз тыңда. Мұсылманның тарихын төрт аяқты хайуан, бұл дүниенің жарығы. Бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы, бір алладан басқаның көпті қылған айыбы. Кесапаттың кесірі, келеме деп керт басқа, сол себептен қорқамын. Әуелгі қорлар зор болды, сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды, сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтер алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды. Заман ақыр болар деп, сол себептен қорқамын. Міне балалар, бұл толғаудың бір ғана бөлігі, қысқаша үзінді. Ал енді Шортанбай Қанайұлы осы өлеңді жазғанда қандай көркемдегіш тәсілдерді қолданған екен? Соған назар аударайық. Анафора, сөйлеудің әр параллельді элементінің бастапқы сөзін қайталаудан құралатын сөйлеу пішіні. Сол анамды сүйемін, сол жарымды сүйемін, сол елімді сүйемін, сол арқамды сүйемін өлеңі осы анафораға мысал бола алады. Эпифора, өлең тармақтарының соңында бір сөздің тіркесінің бірнеше қайталанып келуі. Бұл қажетті бір ойға, құбылысқа ерекше назар аударып, сөз әсерін арттыру үшін қолданылады. Қазақ өлеңінде эпифора сөздің кезекті қайталау үлгісіне жатады. Қыз бала көркем көрінер, беттегі нұрлы қанменен, еділ көркем көрінер, жағалай біткен талменен. Ал енді жырдан осы әдебиет теориясына мысалдар келтірейік. Анафораға мысал: мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман, жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген, арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, бір паражан, бұл анафора болса, екінші эпифораға бір паражанды малды ғып, бір паражанды малсыз ғып, бір паражанды ғалым ғып, бір паражанды залым ғып, бір паражанды дінді ғып, бір паражанды дінсіз ғып деген жырдан мысалдар балалар осы анафора мен эпифораға дәлел бола алады. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Мадақтау сэндвичі арқылы пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.